Ал ассалаумағалейкум жігіттер, біз Юбет YouTube арнасындамыз. Дәл қазір бізде қонақта алғашқы менің өзімнің бұндай подкаст емес, бұл не дейді? Викторина, сұрақтар, не дейміз? Викторина емес. Короче, әңгіме болайын деп тұр, жай әңгіме. Әлімжан, екі Әлімжан, ортада Арман. Екі Әлімжан 6 жаңалық бағдарламасын жүргізушілеріміз. 6 жаңалық? Екі Әлімжан деген бағдарлама бар, Юбет букмекер компаниясы қолдаған. Қойы? Ол да бар екен ғой, мен білмеппін. Мықтысыңдар. Бізде енді қазір КПЛ жоқ. Тишина дұрыс па? Бірақ бір түрлі қимыл әрекеттер болып отыр. Непонятный. Астана, Жетісу, Ордабасы, Ақтөбе. Елімай ортада қосылып кетті. Енді менде сұрақ, бірінші сұрақ, Ордабасының стадионын биыл көрдіңдер ғой, көрдік. Битком тола. Қалай ойлайсыңдар, биыл сондай бола ма? Ажитаж. Мнение ше. Болады ғой, міндетті түрде бастамасын бастап берді, адамдар көрді, ұнады ойыны. Чемпион статусында бастайды. Алғашқы турларда міндетті түрде стадион толады. Алғашқы 5 тур толады. Битком болады. Одан кейін енді жайлап нәтижеге қарай жағдай өзгереді. Ал Еурокубокта чемпиондар лигасында болды ғой. Ақтөбе мәңгіге составатын жерде. Енді қарыз бар екен білесіздер ғой? Иә. Сол қызық болып тұр да. Қарыздан бұрын жалпы мен бір влогта айтқан едім, өзімнің біздің Қазақстанның бір футбол клубтарының, кез келген футбол клубтарының соры бар. Ол келесі жылы тағдырыңды білмейсің. Ол тікелей әкімге байланысты. Мысалға, былтырғы әкім қолдаса, биылғы әкімнің Ордабасын білмейміз, иә. Қолдаймын деп жатыр, стадион саламын деп жатыр, бірақ әлі іс жүзінде көрсетіп жатқан жоқ. Команданың негізгі ойыншылары қала ма, Асхат қала ма? Асхат қалады, мен қыстың күні сборныйдың ойында. Иә, Исламхан қалады деп естідім. Тағы да бір ана Бразилиядан Исламханның алғашқы лига чемпионы болады ғой. Иә, Бразилиядан тағы да бір қорғаушы қызығып жатыр екен дегендей ақпараттар шығып жатыр. Енді көреміз, бірақ қаржы мәселесінде енді ол жалпы қазақ футболының соры ғой. Қарызды бірден жауып тастайын дейін десең де, мысалға чемпиондар лигасының топтық кезеңіне өтті дейік, ақша тапсын дейік, бонус тапсын дейік. Оның көбісі неге өтеді? Чартерға кетеді, гостиницаға кетеді. Жоқ, егер де лига чемпионға түссе, сразу $1 миллион бар, по-моему, беретін бар. Одан көп қой. Бұрын Астана шыққан кезде 15 миллион. 15 миллион бар. Ол қазір көбейді. Ол 5,5 миллиард дейік теңге. Ордабасынікі 3 миллиард дейік қарызы грубо. Одан да көп, сәл аз, көп, білмейміз енді. Ар жақ бер жақ ортада 3 миллиард дейік. Шықса, құтылады. Сен оның бәрін чартерға кетіремін дейсің ғой? Енді оның барлығы әрекендай ғой. Дұрыс қолданыла ма? Оны айтасыңдар. Бақтияр Байсейітов мысалы. Ақшаң жеген. Жақсы көретін. Жақсы көретін ағаң ба? Жүре берем ма сөйтіп? Стамбаймайын соны. Желкесіне қайда ол? Оны білмейміз. Қайда? Мен қақта менен сұрап отырсыз. Мен туысқан, мен білмеймін қақта не болып жатқан, қырғын болып жатыр. Ал көкөсі неқті іздеп отырсыз, соны отырса. Жоқ, қиын жағдайда қазір Ордабасы. Оны білеміз. Қазір қарызы қалай болатынын оны да білмеймін. Сол әсер етіп кетуі мүмкін деп отырмын да. Көрермендерге ше. Жақсы ойыншылар келіп, жақсы результат көрсетіп жатса, конечно, келеді. Ордабасының бірінші ойындарында стадион толмады, білесің. Тікелей Исламхан мен Асхат тағы бергеннің несі бар? Үлесі бар. Толудың. Қазақстанда жалпы нәтижеге қарамай толатын стадион Ақтөбеде ғана ғой. Қалған бәрі нәтижеге. Иә, нәтиже. Биыл нәтижеге байланысты болып, бізде стадион толып, өте керемет атмосфера болып жатыр. Сөйтіп жалғасса екен де, мен өзім Шымкенттің тұрғынымын. Ордабасының фанатымын, бірақ Қазақстанда барлық клубтарда жақсы көрем. Әлімжан бізде суық тиіп көк жерден түсірілім баспағанда жетеді. Көк жерден маған өткенде бір газет хабарласады. Бізге бір мақала жазып беріңізші. Мақаланың тақырыбы қандай десем, Қазақстанда соңғы 8 жылда, 2015 жылдан бастап, қай клубтың бюджеті көп болады, сол клуб чемпион атанады деген статистика бар екен. Қызық па, Ордабасыда да биыл мысалы 5 миллиард деді ма? Астанамен күресіміз бірдей. Соны көрдім. Астанамен күресіміз. Бізде өзі бірде 2 миллиард деген лимит бар дейді, бірақ қалай Ордабасыда 5 миллиард бюджет болады? Лига чемпионовқа арнайы тағы да бөлді ғой. Лига Европаға. Лига конференция. Иә, Еврокубоктарға арнайы. Сол лига шықты ғой группадан, ә? Беседин келді, Макаренко келді. Шықты ғой лига группадан. Шықты, иә. Иә. Мықты команда. Астон Вилламен ойнады ма? Иә. Ұтты Астон Вилла, не? Ұтты. Бір ойын өтті. Бірекем біз Астон Вилла ұтады екенбіз ғой. Чемпиондар лигасында тым болмаса бірінші ойын Ордабасы үйде өткізе ала ма? Иә. Неге өткізе? Мен жоқ. Неге?
стадионда емес. Келмейді. Лига чемпионов келмейді. Лига чемпионовтың ойындарын өткізуге де біздің бірінші раундқа да жетпей ме не? Енді тым болмаса бірінші раундқа жететін шығар, иә? Бірінші раундқа жету керек. Жетпейді ғой. Лигадан кейін ғана не бар, білмеймін мен ойымша. Бірақ лигадан кейін жаңағы нелер лақтырылды. Сол тиюмін. Одан қалса көп жаңағы келген УЕФАның адамдары көп жоқ, енді ол жерде эмоцияға берілді ғой халық. Енді эмоцияға берілмейтін. Жоқ, енді қарсай бұл жерде. Енді 2 гол өтіп жоқ, мынандай бар да, Италияда мысалы, оларда горячий халық қой. Иногда лояльность болады да, судьяда түсіну керек та. Хаос наводить етпеудің бір себепкерін судья. Иә, шаңыраққа жай қарау керек та. Көріп отырсың, біз отырып тұрдық, нешеу офсайдтан кірді, там ошибкілер бар, көп қой, минустар судья. Идеально болса ешкім бақылаушы лақтырмайды. Бірақ ол да дұрыс емес, эмоцияға берілмеу керек, бірақ енді ана жерде өзінің қаласы, өзінің елі болғаннан кейін, яғни адамның нервничать етеді. Тем более Чимкентте біраз жыл болды, ондай болмаған же. Анау эмоция. Енді биыл амбициямыз андай болды да, чемпионский деген, еще группаға шығамыз деген, еще мықты командаға түсіп қалдық сразу, Легия деген. Мен сол кезде айтқаным, Легияның бірінші таймның ойынын көрдім да, мына группадан әшейін шығатын команданың бірі дедім. Ойынын көрдім. Енді ордабасының түсінікті. Қазір бізде Абат Оразов қызық болады. Ақтөбеге. Бірақ Ақтөбенің бапкері Елімайға. Карпович Елімайға кетті, Ақтөбенің. Қанша ойыншысын алып кетті? 3 ойыншысын алып кетті. Яшинді алды, Лобановты алды, тағы біреуді алып кетті, қателеспесем. 3 ойыншысын алып кетті. Жалпы Елімай 8 ойыншы алды. Осы қазіргі таңға шейін Роман Мұртазаевты алды, Юрий Перцовты алды. Мұртазаевты. Қалай ойлайсың? Мұртазаев негізінде маған Стойловтың кезіндегі Мұртазаев, Астанада ойнап жүрген Прайм Мұртазаев дейміз ғой, сол ұнайтын. Бірақ соңғы жылдар енді Шахтерда Мұртазаев болып жүрді ғой. Негізінде жақсы шабуылшы, қапталдан келетін өзінің бір несі бар. Мүмкін Карповичке ұнайтын шығар. Ақтөбеден Шинаны алып кетті, үшінші. Шина бразилецті алып кетті, оң қапталдағы. Енді білмеймін, жалпы Карпович маған Ақтөбеде Сепсиге қарсы ойыннан влог түсірген кезде жалпы одан да бөлек ойынны тіпті қойған ойын ұнамайды маған. Сол кезде Карповичтің ойыны ұнамай ма? Маған Карповичтің ойын стилі ұнамайды. Сондай бір рисунок жоқ, определенный индивидуальный мастерствоға бағынған, сөйтіп қарайды, және де бұл жерден сен жаңа құрам жасаған келсең, жаңа ойыншылардың алудың орнына сен баяғыларды алып келесің да. Тура сол конспектпен, тура соны модельді қайтадан Елімайға. Елімай. Елімайда чемпионская амбиция. Жоқ, сол конспектпен, сол стилімен тройкаға кірсе жетістік қой. Елімай үшін жетістік, бірақ Елімай бәрі... Бір-екі жылда премьер-лига тройка кірсе, мен ойлаймын. Бірақ Елімайда айтып чемпионская амбиция, сол тағы да қанша 5 миллиард дей ма, сондай бөлінеді. Чемпион болуға олар таласады. Сол үшін де Самат Смаковты тренерлік бапкерліктен алып тастап, орнына Андрей Карпович шақырып отыр. Еврокубокқа шықса қатыспай қалуы мүмкін ғой, білесің бе? Неге? УЕФАда клубтың құрылғанына 5 жыл болуы керек. Енді жоқ, Елімайдың өзінің тарихы бар ма? Кезінде Астана футбол клубы Мегаспорттың тарихы бар деп Еврокубокқа шыққысы келген, УЕФА айтты. Кімді футбол көріп отырсыңдар сендер деді ғой. Мен сендерге не Қазақстан футбол федерациясың ба? Білемін ғой, мен сен енді құрылғансың ғой деп қатыстырмай қойды. Ол енді Астана мен ол кездегі Елімай шатастыруға ма? Елімайдың тарихы СССР кезде басталады. Жалпы бірінші Қазақстан футболының несі ғой, шаңырағы деп Семейде айтады ғой. Мына Елімайдың ол Елімайға қатысы жоқ. Қалай? Аты бір документальный қатысы жоқ. Оның қатысы болса, сол Елімайдың футболшылардың қарызын төлеп, сөйтіп әдейілеп. Елімайдың қарызы бар ма не қазір? Болған ғой. Қазір емес, бұрынғылар болған. Жабылған ғой клуб. Әреке ертіс сияқты ғой. Сөйтіп анау 15 жыл күтуің керек та, 15 жылдан кейін сот уақыт өтіп кетеді екен. Сен болды 15 жыл бұрын жасаған қылмысыңды сен 15 жылдан кейін күші жойылып кетеді. Соны күткен, 15 жыл аман-есен өткен, қайтадан Елімайда ашылған. Жеңіс сондай. Жоқ, оны специально күтпеген. Бірақ тура келіп тұрды сол жылы. Жылы просто келіп тұрған шығар, бірақ сәйкестік шығар. Бірақ ол мынандай жаңадан әкім келді. Сол өте амбициозный. Елімайды білесің ғой почти. Иә, жоқ, амбициозный адамдар келді. Өсіргісі келеді, спорт жақсы көреді деген сияқты. Сонымен сәйкес келіп тұрған шығар. Оның алдында қалай жабылған қарыздарын примерно білем. Енді төленбеді ма деп сіздерден сұрап отырмын. Қарызы төленбесе, онда төлейтін адамдар да жоқ қой. Енді жоқ, бүйтіп қалсашы, қатысатын уақытқа жетіп қалса Европаға. Может быть, ана документпен қосып жүріп, қарыздан төлеп. Жалпы әреке қараңыз. Биылғы жалпы. Дәлелдеу керек қой УЕФАға. Сол бұрынғы мынау Елімай, қазіргі Елімай екеуі бір деп дәлелдеуің керек. Енді менің ойымша, осы алдымызда келе жатқан 2024 жылы КПЛ өте қызықты болғалы тұр. Бірнеше себептер бар, айтайын. Бірінші, легионер алып тастады. Тілейміз, барынша қалаймыз. Сол дұрыс па?
менің ойымша дұрыс. Мықты легионерлер не үшін дұрыс деп қазір оригиналды айтып берсең, сосын келеміз. Мықты легионерлер келсін деп, ол біріншісі, одан кейін Тобыл футбол клубы жақсы усиление жасап жатыр. Елманияқтан чемпион боламын деп жатыр. Астанаға Саян Хамитжанов келді. Қайраттың басшысы Қайрат Боранбаев шығып жатыр, және Ордабасы чемпиондық алып қаламын дейді қайтадан. Ақтөбені қос. Ақтөбе бар айтты. 7 футбол клуб таласады. Енді лимитқа келейік. Неге десең, лимит бұл жерде андай да, біздің қазақ ойыншыларына ол жақсы. Себебі сенде лимит бар, ойнайсың, ойнайтынды білесің, яғни сенде қатты мотивация жоқ. Не қыласың сен там бір жеріңде жатып тренировка жасап, если сен ойнайтын болсаң, сен позицияңда конкурент болмаса, конкуренттің 18 жастар бала болса. Және де соның арқасында лимит болғаннан кейін де біздің қазақ ойыншылары зарплатаны, айлықты көтеріп қойып отырады. Себебі сенде қазақ ойыншылар болу керек қой. Ал ол айлыққа мысалға біреуге 10 миллион бергеннен гөрі 10 миллионға шетелден бір мықты ойыншыны алып келе аласың. Еш айтасың, көке, неғылам сен 10 миллион ойнатқаннан гөрі, жасым 32-де. Одан мен ана жақтан бір баланы әкелемін, 10 миллион теңге беремін айына. Сен ары қарай өзің қарайсың, сол кезде қазақ футболы ойыншылар солай дамиды деп ойлаймын. Я футболдың андайына мүмкін, типа, ой, біздің ойыншылар онда өспей қалады ғой, сборныйға нашар ғой деген темалар болуы мүмкін да, бірақ қарасақ, Қарабақ, Шериф чемпионаттарында лимит жоқ, жыл сайынғы Еврокубоктардың қатысушылары. Нәтижесінде ұлттық құрама өсіп жатыр. Молдова Еуропа чемпионатына шығуға сәл қалды, бір ойын ұту керек еді. Біз сияқты. Мысалға қарап тұрсаң, сол екі нені қарайсың, Қарабақ пен Шерифті, мен жеке өзімнің қарабасымның ойы, білмеймін, мүмкін біреу келісетін шығар, келіспейтін шығар, лимиттің алып тастағанына мен келісемін. Бірақ бұл жерде де андай бар, сен жаңа таныс агенттеріңмен әкеп, байс-байс бөліп атқат деген тема. Мынандай сол темадан қорқамын да мен лимитке қарсы емеспін. Бұл жерде енді мынандай көбейіп кетуі мүмкін, баяғы система. Шетелден ойыншылар алып келеді. Негізгі зарплатасы 2 миллион, ол ойыншының деңгейі де сондай да. 15 миллион жазып қояды. 10 миллион, 15 миллион жазып қояды, қалған үстіндегілер алып. Ол травма алып жатады. Сондайдан қорқамыз. Сіздің жағдайыңыз сізге айтқаныңыз енді түсінікті, сіздікі ойыңыз. Мен одан қорқып тұрған жоқпын. Мен неден қорқып тұрған? Мен страйктан қорқып отырмын. Есіне түсті. Біздегі сіз ол жақтасыз ба? Клубтардың барлығы. Сіз осы жердесіз ба? Юбет. Біздегі клубтардың барлығы бюджеттен алады ғой ақшаны. Ал бюджеттің ақшасын біз келімсектерге құртуға қандай да бір моральдық құқығымыз бар ма деген сұрақ мазалайды да мені. Мақұл, ол жекеменшік клуб болса, құрта берсін, ол легионерге құрта ма, баласына құрта ма, өзі біледі. Ал енді бюджеттің ақшасын алып, біз мұғалімдердің ақшасын алып, менің салық төлеген ақшамды алып, дәрігерлердің ақшасын алып, жол жөндемей шұрық тесік жолдарды қалдырып, сол ақшаны миллиондап біз Угандадан келген футболшыға беруге қаншалықты құқығымыз бар? Енді качественный дейді ғой, сапалы ойыншыларды алып келеді деген ойдамыз. Бірақ қорқыныш бар, үрей бар дейді ғой, үрей менде бар, страшный үрей бар. Лимитті алып тастаймыз деген кезде менде үрей пайда болды да үлкен. Сапалы ойыншыларды алып келеді деген ойдамын. Енді көреміз қалай болады, бағана айтып отырсыздар ғой, Шериф, Қарабақ дегендерді. Бірақ ұлттық құраманың сапасы түсіп кетпей ма? Ойыншыларымыздың бәрі заменде отырып қалмай ма? Ана жерде идеал бойынша Қазақстанда орын таппаған адамдар шетелге кетеді ғой. Түркия чемпионатына барады, Әзербайжан чемпионатына, Беларусь, Молдова чемпионатына барып, сол жақтан тәжірибе жинап, ұлттық құрамамызда 11 футболшы 11 елде ойнайтын болды. Не қазір кетпейді? Қазір майшелпек жеп отыр ғой. Саған бір 15 миллион айына Европада кім береді саған? 15 миллион айлығың бар. Жоқ, сен ойнайсың. Сен мысалы Тобылдың шабуылшысы кім еді? Чесноков. Қазір Тобыл 15 миллион Тобыл 15 миллион берем десе, или оны мысалыға кім шақырса дейік, Цервена Звезда шақырды дейік, 3 миллионға. Сен ойлайсың ба, бармайды ол деп? Бармайды ғой. Неге бармайды? Барады, ақмақ болу керек қой бармау үшін. Сендер сөйтіп ойлайсың деп ойлаймын. Көбісі ақмақ болып тұр ғой. Енді 30-ға келіп қалсаң мазу. Бұл жерде ең ақылды біздің футболшы ол Бахтияр Зайнудинов. Неге десең, кезінде Астанадан өзінің контрактысын сатып алып, қаншаға? 300 мың евроға ма? Ростовқа 150 мыңға Ростовқа кеткен. Ол базар жоқ, өзіне инвестиция жасады, оның инвестициясы ойнады. Қазір ол жылына 1-2 миллион евро алады. Ол баяғы 150 мыңы оның шай жеп жатыр, ол ашын ол ақшаға, сөздің шыны керек та. Ол өзіне сенімді болып тұр ғой. Жақсы футболшы. Ал енді Ареке,
Одан бөлек сен Чесноков сенбейді деп ойлайсың. Жоқ, Чесноков сенеді. Одан бөлек бізде ондай бір 5 футболшы табасың ғой. Әрине сен өзің жақсы білесің ғой. Біздің қазақ футболында агенттерде. Жоқ, оны білемін ғой мен, иә. Ал енді Оразов қайтып келді ғой қазір. Не үшін? Сол кезде. Сол кезде ақша үшін ба? Оразовтың айлығы Тобылдағы айлығымен бірдей Копердегі. Қанша? Білмеймін точно қай екен, бірақ бірдей 10 мың доллар ма? Бар ғой, иә. Бар ғой. Айлығы бірдей, бірақ Оразовты шақырған бапкер қазір бірінші орында тұрған, қателеспесем, Целема немесе басқа бір команданың бапкері ауысып кетті да. Ана бапкерге шақырған бапкер Оразовты. Коперге шақырған. Сол кетіп қалды да, сонымен келген бапкермен, в общем, сый салмады. Айтты ғой Оразов, мен Словенияға гол соқсам қуып жібереді ғой. Ана ғой. Ойнап айтқаны не болып кетіп қалып тұрған жаққа. Пештере аумин деп. Сонымен сол үшін енді білмеймін ғой, мен шынымды айтсам, білмеймін, әлі де бір тағы да бір мүмкіндіктер қарастырып көре керек еді. Қазақстанға негізі ешқашан кеш емес қой оралу. Менің ойымша. Оразов естіп отырса. Бірақ мен Чесноковты бір ақпараттардан естіп қалдым Астана деп. Мен де сөйтіп ойлаймын, бірақ Астанов сияқты болып қалмаса екен деймін да. Астанов мысалы, мен білмеймін сол бапкерді ше. Неғып отырғызып тастады сол жігітті. Ордабасыда керемет ойнады ғой. Кубокты алып беруінің себепкерінің бірі Астанов болды бізде, мен білемін. Өте мықты жүгіреді. Жақсы. Не дейсіз, страйкерлердің бірі. Иә, жақсы, дриблингке қорықпай кіреді. Дриблингті алдайды, өзіне сенімді. Мысалы, Динамо Загребке қарсы шыққан кезде негізгі құрамынан шығарып, пенальтиді алып келді ғой. Мен Астанаға ауысқан кезде қуанған едім. Бәріміз кейін жарты жылдан кейін өкіндім ғой. Ол аяқта Ордабасын көріп стадион толып отыр. Қайтып келген дұрыс еді негізі. Кеткен кезде Ордабасы чемпион болды. Чемпион болды. Кішкене не? Бәрібір любой адам өзінің командасында туылған қаласында чемпион болғысы келеді. Астанада ойнау керек қой. Ордабаев емес қой, Ордабасы. Енді бізде қандай команда болмады? Ақтөбе. Неге жіберіп жатыр бәрін? Қайға жіберіп жатыр? Жіберіп жатыр, бірақ жаңа Абат келеді дейді, Оразов келеді дейді. Сосын осы жақында осы түсірілімнен алдын тағы ақпарат шықты. Гаитиден, жаңа Уганда демекші, бір легионерді мықты Кубок Конкакафқа қатысқан 2020 жылға вингерді алайын деп жатыр екен дейді. Ол Гаити кімдермен ойнады? Конкакаф. Сол жаңағы Мексика сындарлармен, Америкамен. Ұтқан ба, неше ойнаған? Қатысқан да шейін. Құрамда болып келген шығар мүмкін. Құрамда болып келген шығар мүмкін әшейін. Соны алайын деп жатыр дейді. Енді бұл жерде Парфенов қоя қателеспесем. Парфеновты алып келді, оған да енді көптеген үміт артып отыр. Көреміз. Жалпы Ақтөбе жыл сайын сондай ғой, көреміз. Парфеновты есінде шығар ойны, иә? Спартакта кезінде. Жоқ. Сен заманның адамы. Бірақ бапкер ретінде өзінің стилі бар бапкер дейді. Бапкерді айтып тұрсың ба сен? Ойыншы бапкерді? Жоқ, бапкер. Бар ма екен? Өзінің стилі бар дейді. Қаяқтан білесіңдер ме? Жоқ, нелер іздедім ғой. Ақпараттар іздеңіз, Орал соларды не қылды ғой. Сол жерде бір өзінің стилін қойған дейді айтар. Бірақ онымен бір керемет деп нәтижеге жетпеген. Ол не стиль екен? Бізде сондай бапкерлер қатын тауып алады. Агент. Тағы бір ақпарат бар. Магомед Мұсаұлы Адиев ақпараттар шықты ғой. Егерде ұлттық құрама сборныйға Евроға шығып жатса, Мұсаұлы жаңа Ақтөбені ұстайды, немесе Ордабасын ұстайды да бір клуб сол сборныйдың базы клубы болады деген көп. Барселона, Реал Мадрид сияқты ғой. Қауесеттер жүрді ғой. Сондай болады деді. Сол Ақтөбенің басшылықтарымен сөйлескен кезінде айтқан екен ана. Сондай мен, короче, роднойым бар, Парфенов деген мықты тренер. Адиевтің өзі. Сондай енді мен қасында жүріп естіген жоқпын, бірақ сондай әңгімелер естідім. Сіздің ойыңыз? Яғни қазақта андай бар ғой. Отыра береді. Жер тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дегендей болып тұр. Сол жағынан біз екі әлімжан бір өзіміз ғой. Айтқанмен толық келісіп отырсыз ба? Бүйтіп отырады, жоғарыдағылар бүйтіп. Сол сияқты. Жоғарыдағы кісілер ғой. Иә. Қазір жоғарыда. Қазір уақыт болды деп бірден сен бітіріпсің. Маған бүйтіп бұрын кезінде әлімжан жигол болған ғой дейді. Любой адам жигол болған ғой. Бәрі ол кісі бесте болған жоқ қой. Енді Жетісу Мақтааралдың бапкері, білесің? Қайрат Нұрдәулетов. Қалу керек болған. Сөйтіп внезапно андай болып Жетісу етіп қалды. Неге? Сол сұрақты қазір бәрі таңғалып отыр. Білмеймін. Жалпы Қайрат Нұрдәулетов қай жақтікі өзі мен білмейді екенмін. Төбе қай жақтың тумасы? Алматы ғой. Алматы ма? Может сол жағынан білмеймін, енді жаңада бір
Онда Мақтаарал сонша премьер-лигада алып қалды ғой кәдімгідей. жоқ, алып қалды ғой. Енді қазір сыбыс бар, білесің, барлығының бюджетін кесілейін деп жатыр. 200 миллион болады. Қалғаннан спонсор табыңдар деп жатыр. Ең көп бюджет Тұранда болады. 1-2 миллиард. Ордабастан бөлек. Жоқ, облыс қой. Шымкент бөлек, Түркістан облысы бөлек. Енді сол кезде Мақтаарал 200 миллионмен не істейді? қалай болады? Жүр ғой, 2 сезон болды. Ақсудың жағдайын? Пассажир, очко таратады. 200 миллионға даже вторая лигада ойнау қиын ғой негізі. Екінші лигада 93 миллион жетеді дейді ғой. Жетеді, саналды ғой мен. 200 миллион даже первый лигада қиын болады ғой жағдай, Сол ғой, сол үшін бізде екінші лигада Ұлытау командасының бюджеті 800 миллион теңге болған дейді ғой. Сол үшін андай. Ұлытаудың тренері кім? Кім ғой? Бапкері білмеймін, бірақ сол клубты көтеріп, сол клубты бірінші лигаға шығаруға барынша атсалысқан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Байсуфинов мырза. Байсуфинов. Қазір ол неде ғой? Жезқазғанда ғой, иә? Қазір ол первый лигаға шықты. Бірінші лигаға шықты 800 миллион бюджетпен. 800 миллион! Біз не подкаст түсіріп отырмыз. Клуб ашайық қайдан деген ма? Енді Жетісудың амбициясы? Жетісудың амбициясы? Жоқ, амбициясы жоқ қой. Қайрат Нұрдәулет просто жаңа жетеуінде отырық қой біз. Қайрат Нұрдәулетов. Мына жетеуімен күресе алмайды. Қайрат Нұрдәулетов Қазақстанның 8 дүркін чемпионы ма? Молодеждің несі ғой тренер ол? Болды, басқа біреуді қойды. Қойған жоқ әлі ешкімді. Қашан тастады? Мен білмеймін. Қойып қойды, по-моему. Бір сондай оқыдым мен бір жерден. Атын білмеймін, бірақ оқыдым, бір бапкер жастар. Алып тастады. Алып тастады, өзі кетті ғой енді. Уже взрослый кетті. Қайрат Нұрдәулетов андай ғой, білмеймін енді бапкер ретінде де бір қатты бір шынымды айтсам Мақтааралдың ойынын көрмейді екен, бірақ Мақтааралдың ойыны өте керемет болды. Жақсы, иә. Қайраке келгеннен бастап кәдімгідей зона вольттан шықты ғой. Бір стилі бар. Мақтаарал деген адам күйдіреді. Маусым жартысы бойы сол орында жүреді, аяғында екінші бөліктің командасы ғой. Екінші бөлікте кәдімгі 2 жыл болды солай. Мен бірақ Мақтааралға қатысты бұрыннан айтып жүрмін ғой. Мақтаарал КПЛ-да бүтін стадионда жүргенше өзінің туған атакентінде сол жаққа жанкүйер жинап бірінші лигада жүрген жөн ғой негізі. Енді білмеймін, стадион тола ма Мақтаарал. Бірақ Мақтааралға қатысты Марат Остаев ағам жақсы айтты да. Қазақстандағы ең адал команда деді. Бюджеті неше бар? Сол бюджетін соңғы тиынына шейін футболға жұмсап жүрді. Бұл 200 миллионнан не ұрлайсың өзі? Кабананганың өзі сол жақта 1,5 миллион теңге табады дейді. Арман Бірманов одан көп табады Кабананга. Ермұхамед Мәулен 7-8 миллион табады. Кабананга 1,5 миллион табады. Кабананга білмеймін. Әлімжан Асқар 10 миллион табады. Кабананга не үшін ояққа келген енді бізге де. Кабананга 10 миллион табады, 9 миллион құртады десе. Бірақ кейін кетті ғой. 5-ке кетті. Жоқ, кейін кетті ғой. Кетті, иә. Артыншасы бір көпте ұзақты ойнаған жоқ қой. Енді жетеудің кімді ұмытып кеттік бізге осы жерде тағы. Жетеуден Тобыл енді қазір бапкер жеке меншік болды деді ғой, сатып алып деді ма? 50-ге 50 ғой. Өкіметпен 50 ма? Иә, 50-де 50. Қалай сөйледі? 750 миллион ала ма? Мысалы, 1-2 600 миллион алады да, 600 қаған иә жаңағы. Білмеймін емес қой бірақ. Ондай емес па? Әлімжан Қалдиярда жоқ қой 700. Соны айтшы. Сол қалай болады? Әлеке сен өз ойыңды айтшы. Частный клуб болды, андай сатып алды деді да ма? Иә. Ол может доверительный управление деген сияқты бар ғой, иә? 10 жылға береді да. Бірақ 1-2 миллиард бөлеміз, 10 жылдан кейін клуб саған қалады, сен бірақ оны жалғастырып кету керексің деген контрактысы бар ма? Соны негізі журналистер зерттеу керек қой соны. Соны ма? Әлекеңнің бір версиясы бар, айтасың ба? Айтшы. Қандай версия? Версияң сенің. Қандай версия менің? Деген. Ол керек емес. Жоқ, мен былай. Тобыл туралы айтайық мен. Тобылды мысалы жекеменшік клуб деп есептемеймін мен, білмеймін. Оны ма? Әлімжан Қалдияр мен 800 миллион бөлсе айтады ғой, 800 миллион бөлінді. Ондай ақша бөлген адам айту керек бөлінді. Ол айтпады ма? Бірақ енді селекцияға жауап беріп жатырық, үйтіп жатырық, бүйтіп жатырық. Иә, баға көріс стористанан көріп бразильский біреуді шақырып бразилец жаңағы кімді кезінде Украина ұлттық құрамасын ойнаған, сосын Металлистте ойнаған бір ойыншы Эдмар. Эдмар дегенді соны жастардың жаңағы жастар құрамасының стилін жаңа определять ететін, сол жастармен в общем айналысатын баяғы сен сияқты Әреке сондай алып келіпті. Күйжу-лигаға қосамыз деп жатыр биыл клубын. Жоқ еді ғой Күйжу-лигада Тобыл. Тобыл болмады ма биыл? Болмады ғой биыл. Неге? Тобыл болмады ғой. Неге? Өздерінің Зақырде аренасы бар. Жоқ. Тобыл биыл қатыспады. Енді қатысады деп жатыр. Сол жаңа Еркін Тапаловты алды олар.
Бейбіт Ғалыммен контрактысын созды 2 жылға, Валиуллинмен созды. Кімді алды сосын құрсын? Покатиловты алды қақпаға. Покатиловты алды қақпаға. Сосын тағы кімді алды? Тағы біреуді алды ғой, по-моему. Есіме шықты. Негізінде қазіргі былай қарапсаң, усиленилері точечный болып жатыр да. Самат Жарымбетов Ордабасыға кетті. Серікжан Мужиков Жетісуға кетеді. Кеткендерден Чесноков түсініксіз. Асранқұловты да созды. Енді бұл жерде баптер қалады деді ғой бастысы. Чурчич қалады. Бұл жерде сол жерде Әлімжан мырза Чурчич кетті деді. Кетті деп салды. Кетті деп салды, содан кейін кіммен қырылып қалды? Канчелскиспен. Канчелскис кеткен жоқ деді. Әлімжан кетті деді. Одан кейін кетпеген болып шықты. Жоқ, қайтып келіссөздер жүргізіп, сонымен общем біраз не қарады. Мықты бапкер ғой Милан Чурчич. Иә, біраз нелерді қарады, кандидатураны, бірақ Милош. Несін таппадық деді. Оның да бір қызығы бар, Милоштың туған ағасы агент. Туған ол нормально. Пеп Гвардиоланың да бауыры, Пейре Гвардиола. Жиронаның директор емес, сондай ма? Біз білмейтін нәрсе көп екен. Ал енді ладно, ол енді тобыл енді жартылай жеке меншік, енді оны болашақта зерттеп мен жігітпен таныстым айтпақшыдай. Ана күні неде? Сетанда неге шақырды? Футлапқа. Сол жерге шақырды, закрытый показ болды. Мен 800 миллионы бар адамға ұқсай ма? Соны құсайды, вроде. Доджи бар екен деп қойшы. Доджин көрмедім мен бірақ. Бірақ құсайды, ертең әңгімесі жақсы. Ертеңнен толығымен жақсылап, ол да енді таныстық қой сол кезде. Ертең сұрай бастаймыз. Енді Астана футбол клубы. Міне, бара береді ғой, Астанамен бара береді, бара шаршамайсың ба? Осы сен Астанада бір қызын жоқ па? Сені Астананы өзі алып кете ма? Или жеке спонсорлар төлейді? Жеке спонсор. Астананы өзі алып кету болған ба? Астана негізі басқа журналистерді алып кетеді. Неге сен алып кетпейді? Мені алып кетпейтін себебі менің спонсорым Астананың негізгі титулды спонсорымен екі бөлек. Астана титулды спонсор кім? Сен бұл каналда айтпай қойсың. Сен бұл каналда айтпаймыз. Андай қызыл домалақ. Юбат емес. Иә, юбат емес. А менікі сары қара. Ол да юбат емес. Сары қара. Екеуі бір-бірімен қырылып қырылып қалмаған. Екеуі енді жалпы юбатты сары қарамен не ғой? Конкурент қой. Оның несін жасырамыз, ол бәрі рас әңгіме ғой. Конкуренция бар жер, керемет жер ғой. Сол үшін мені өйтіп алып кетуге қатты рұқсат бермейді, ар жақтан себебі ақшады солар бөледі. Бірақ Астанаға не үшін баратын себебім енді жалғыз футбол клубы. Астана тұрғым келеді деген. Жоқ, жалғыз футбол клубы Еврокубокқа шыққан осы жылы неге қолдамасқа деген ой болды да. Тем более жұмыстан жіберіп отса дейсің. Тем более жіберіп отқаннан кейін неге барып қолдап, сол неге Еуропа стадиондарын көрсетпеске деген ой болды. Енді бір ойынды ұттық. Қонақта, Балканияда ұттық. Приштинада енді қалған екі ойынды өкінішке орай ұтылып қалдық. Жақсы? Выездда. Түсінікті? Түсінікті ма сізге бәрі? Бір Астанадан 5 ойыншы кетті. Астанадан қазіргі таңда 5 ойыншы кетті. Томашевич, Иванчич, Эбонг кетті, Дарбо кетті. Кім кетті тағы ұрсын? Тағы біреу кетті. Мықтылардың бәрі кетті. Мықтылардың бәрі кетіп жатыр. Енді не істейді? Қазір жинай ма? Қайтадан жинайды. Сенесің ба? Астана баяғы Атлетико, Манчестер Юнайтедпен ойнаған Астана қашан болады? Болып қалуы мүмкін себебі. Манчестер Юнайтедпен ойнаған Астана нашар еді ғой. Кезіндегі сол Еврокубоктерге шығарып жүрген басшылық Саян Хамичанов келді, және де тағы сыбыстарға қарағанда сол Патрик Твумасидің деңгейіндегі бір легионерді алып келеміз деп жатқан. Бір штук па? Ол жерде ол кезде Жулшиев болды, Твумаси болды, Кабананга болды ғой, Каньяс болды. Селекциясы, ол жылдың селекциясы. Лончар кетті. 5-ші Лончар екен ғой жаңа. Ол жылғы селекция ол. Енді қазір бюджет ол кездегі емес қой. Ненат Эрич қақпара. Бір не қылса, Евгений Постников. Бұл жерде негізі Астананың қазіргі құрамын қарасақ, негізі сол. Астановты ойнатсаң да, Чесноковты алып келіп ойнатсаң да, дұрыс ойыншылар бар. Бастысы бізге шабуылшы керек, либо абатты қалдырып, дұрыстап ойнату керек. Дарбо деген күйік қой сөзін шыны керек ше. Мәуленнің ең жақсы көретін ойыншысы. Мен де жақсы көретін ойыншым ол. Мен үйде екі ойыншының суреті бар. Біреуі Дембо Дарбо, біреуі Мамчило Маркаич. Тобылдың шабуылшысы. FIFA-ға тезірек қосса соны сатып алайын деп отырсың ғой. Иә. Бірден Челси қалам ғой екен. Жоқ, Зайнуддинов жоқ қой әлі. Зайнуддинов Ultimate-те жоқ. Ultimate-те жоқ, бірақ обычныйда бар. Обычныйда бар. Біз енді Ultimate-те жоқ. Неге? Обновление өтіп жатыр ғой. Мен де түсінбеймін, ал қосады деген ойдамыз енді. Құдай қаласа болашақта Зайнуддиновты сатып алғым келіп жүр кәдімгі. Ойнап жүр. Баяғыда неде? Ана развитиемін көтеріп алып, қазір развитие шықты, жақсы. Ақша төлеп алып көтере бересің. Ал енді бізде Әлімжан сол күйі сөйлемеді. Қазақстан футбол қарамайсыз ба сөйлесіз? Көп қарай бермеймін мен енді. Неге? Уақыт жоқ қой менде сол уақытта жұмыс қой.
қатар өтеді өзім. Сіз сол АПЛ, Испания, бірақ енді қазақ болғаннан кейін міндетті түрде бірінші орында флешкорда қарап қоямын десең, иә. Енді Құдай қаласа сізді осындай бір ақпараттар, жақсы ақпараттармен бөліссеңіз деймін. Дайындалып, бір осындай подкаст сіздерге ұнаса, не дейтін подкаст деймін. Подкаст болып кетті ғой. Бәрі подкаст. YouTube-та ашсақ бәрі подкаст болып кетті. Арманда подкаст. Арманда деген арна ашты. Арманда Броя. Арманда Броя. Ал жігіттер, осындай екі Әлімжанмен Құдай қаласа болашақта өтіп жатса, бұндай подкастты жайлап түсіре бастаймыз. Бізде уақыт тығыз болды. Тез түсіріп көру керек болды. Жігіттер, барлықтарыңызға сау, саламат болыңыздар деймін. Көп рахмет. Шақырғаныңызға көп рахмет. Арнайы сол Алматыдан келіп, сіздің каналыңызға түскеніңізге қуаныштымыз. Сендерге де рахмет.